Жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жыл мезгілдері. Сабағымыздың мақсаты жыл мезгілдерінің ерекшелігін анықтайсың. Жыл мезгілдерінің ауысуы жанды табиғатқа қалай әсер ететінін түсінесің. Балалар, жылдың 4 мезгілі бар екенін бәріміз білеміз. Қыс, көктем, жаз, күз. Жыл бойы ауа райы бір қалыпта тұрмайды. Маусымдық кезеңдерге бөлініп өзгеріп отырады. Бұл кезеңдерді жыл мезгілдері деп атайды. Маусымдық өзгерістер барлық тірі ағзалардың тіршілігіне әсер етеді. Ол күн жарығының мөлшеріне, оның жер бетіне таралуына байланысты болады. Жер осінің еңкіш орналасуы күн сәулесінің жер шарының бір бөлігіне аз, екінші бөлігіне көп түсуін қамтамасыз етеді. Нәтижесінде күн көп түсетін жақта күн ұзақ, түн қысқа болады. Мұны жазғы тоқырау деп атаймыз. Жазғы тоқырау мен жаз айлары солтүстік жартышарда маусым, шілде, тамыз айларына сәйкес келеді. Осы кезде оңтүстік жартышар жаққа күн аз түседі. Сәйкесінше күн қысқа, түн ұзақ, температура салқындау болады. Сол себепті бұл жақта осы айларда қыс айлары деп атайды. 23 маусым оңтүстік жартышарда қысқы күн тоқырау деп аталады. Ал желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары келгенде оңтүстік жартышар жаққа көбірек күн түседі. Сәйкесінше оңтүстік жартышар жап-жақсы жылиды. Сол себепті ол жақта желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары жаз айлары. Ал солтүстік жартышарда қыс айлары. Ал күн мен түн теңелетін уақыт көктем мен күз айлары. Солтүстік жартышарда көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Бұл айлар оңтүстік жартышарда күз айлары. Қыркүйек, қазан, қараша солтүстікте күз айлары болса, оңтүстікте көктем айлары болып есептеледі. Зертте. Жыл мезгіліне байланысты тірі ағзалардың тіршілігі қалай өзгереді? Яғни тірі ағзалар, құстар, жануарлар, өсімдіктер жыл мезгілдеріне қалай тіршіліктерінде қандай өзгерістер болады? Мысалы, құстар қыстап қалады, жылы жаққа ұшып кетеді, ұя салады, балапан басып шығарады. Жануарлар түлейді, азық жинайды, ұйқыға кетеді. Өсімдіктер жапырағы сарғаяды, жеміс түзеді, жетіледі. Халық даналығы. Жаздың бір күні қыстың 1000 күнін асырайды деген мақалды қалай түсінесің? Адам тіршілігі жыл мезгіліне байланысты өзгере ме? Балалар, мына жыл мезгілдеріне байланысты суреттерге қарайықшы. Көктемде адам ағаш отырғызады, бақша егеді. Көбінесе көктемдік жұмыстар жасайды. Ал жазда көбінесе адамдар дем алады, жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Күзде піскен жеміс жидектерді жинайды. Ал қыста көбінесе қар күреу, отын жағу сияқты жұмыстарды істейді. Яғни адам тіршілігі жыл мезгіліне байланысты болады екен. Ойлан. Басқа ғаламшарлардың күнді айналу уақыты жерден өзгеше. Жер күнді 365 күн 6 сағатта айналып өтсе, Юпитер күнді 11 жыл 314 тәулікте бір айналады. Егер жерде солай айналса, не болады? Ойлан. Тапсырма балалар. Жұмыс дәптеріміздің 56-57 бетіндегі 53 жұмыс парағы жыл мезгілдері, 54 жұмыс парағы
жыл мезгілдерінің адам өміріндегі рөлі тапсырмаларын орындаймыз. Тапсырмаларды мұқият, ұқыпты орындаймыз.